Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай күнбағыс резинкасын тоқитын боламыз. Тоқылу жолы өте оңай. Менімен бірге болыңыздар. Мен Ярнардың джинс деген жіпін қолданамын. Міне осындай жіп, қоңыр және сары түрінен. Немесе сіздер өзіңіз иранский жіппен тоқсаңыздар да болады. Және де 2 мм крючокты қолданамын. Және маған осындай қалафай керек. Және осындай резинка. Қараңыздар, енді міне осылай дөңгелек жасайсыздар. Міне осындай воздушная петлямен закрепить етеміз. Сосын біз 6 столбик без накида тоқимыз. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі және де алтыншысы. Сосын міне бер жағында тұрған жіппен оны тартамыз. Сосын қараңыздар. Міне бірінші столбик, міне қараңыздар. Осы жерге біз 2 столбик без накида тоқимыз. Міне осылай бізде екінші қатарымыз тоқылып жатыр, қараңыздар. Бір жерге 2 тоқимыз. Бұл бізде екінші қатар тоқылып жатқан. Міне әрбір столбиктің үстіне 2 столбик без накида тоқимыз. Мысалы 6 столбик болды басында бізде. Бірінші қатарда, екінші қатарда да бізде 12 столбик без накида болады. Сонда біз әрқайсысын 2-ге көбейтеміз. 6-ны 2-ге көбейтсең 12, осылай әрқайсысын 2-ге көбейткенде бізде 12 столбик без накида шығады. Менде 12 столбик шықты. Енді біз осыны 18 қылу керекпіз. Бірінші столбиктің үстіне 1 столбик тоқимыз. Столбиктің үстіне столбик тоқисыздар. Ал екінші столбикке 2 столбик без накида тоқисыздар. Осыны қайталаймыз. Үшіншісіне 1 столбик, төртіншісіне 2 столбик тоқисыздар. Бесіншісіне 1 столбик, алтыншысына 2 столбик. Осылай тоқып, қайталап тоқи бересіз. 1, 2, 1, 2 болып та. Сонда бізде 18 столбик без накида шығады. Біздің дөңгелегіміз осылай көбейеді. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Өте оңай, қарап отырсаңыздар. Міне енді қараңыздар, міне 1, 2. Бір екіншісін тоқып жатырмыз. Міне енді 2 дегеніміз бір жерге 2 столбик без накида тоқылады деген. Үшінші қатарды бітірдік. Үшінші қатар бізде 18-ден тұрады. Енді төртінші қатарды біз 24 қыламыз. Бірінші столбикке 1 столбик, екінші столбикке тағы да 1 столбик, ал үшінші столбикке двойной столбик без накида тоқисыздар. Төртіншісіне 1 столбик, бесіншісіне 1 столбик, ал 6-ға двойной 2 столбик без накида тоқисыздар. 1, 1, 2. Бұл жерде қайталанатыны 1, 1, 2. Сонда бізде 24 столбик без накида шығуы қажет. Міне осылай біз 24 столбикті шығарамыз. Қараңыздар, міне керегемесін қиып тастаймыз. Жібімізді осылай крючогымызға ілдіріп тартасыздар. Бізде осындай бір дөңгелегіміз дайын. Күнбағысымыздың бір дөңгелегі дайын. Енді екіншісін жасаймыз. Екіншісін жасаған кезде қараңыздар, жаңа басында біз 6, 12 тоқыдық қой. Тап солай 6 столбик без накида, сосын 12 столбик без накида тоқимыз.
міне бізде қараңыздар 12 столбигіміз тоқылды ғой. Міне осылай бізде бітуі керек етті. Қараңыз, 12 столбик. Үшінші қатар содан кейін жоғары тоқылатын еді. Қазір енді біз осы жерге резинкамен қосып тоқитын боламыз. 12-сін тоққаннан кейін міне үшінші қатардың бірінші столбигін тоқып бастаған кезде арасына осылай резинканы кіргізіп жібересіздер де мына жерге бір столбик тоқисыздар. Екіншісі, үшіншісі. Манағы 18-ді қайталаймыз. 1, 2, 1, 2 қылып. Міне. Қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-шісі тоқылып жатыр. Енді не? Міне қараңыздар. Міне енді 8-ші және 9-ші тоқимыз. Дәл ортасында келеді сол. 8-ші, 9-ші столбик без накида бір жерге тоқылады. Двойной столбик без накида, яғни осы жерге тоқығаннан кейін резинкамызды осылай жібереміз да 10-ші столбикті тоқисыздар. Міне. Сосын 11, 12 тоқылады. 13, 14, 15 тоқылады қазір енді. 14, 15, 16, енді 17, 18 тоқисыздар. Бізде сонда жаңағы үшінші қатарымыз 18 столбик тоқылды. Енді 24 столбик тоқимыз. 24 столбик мана тоқығандарыңыздай 1, 1, 2, 1, 1, 2. Тап солай тоқылады. 1, 1, 2 дегеніміз бір столбик без накида, екінші қатарға, яғни екінші столбиктің үстіне тағы бір столбик без накида, ал үшіншісіне двойной столбик без накида. Тап солай қайталап тоқисыздар. Қараңыздар, міне біздің осылай резинкамыз аяқталды. Осылай жібін қиямыз да, осылай жібімізді тартамыз. Енді мына резинканы, мына жіпті, керемет жіптерді қипсай қалды бір. Міне ортасындағы жіппен екеуін байлап солай істесеңіздер де болады. Міне екеуін байлап керемет жіпті қиып тастасаңыз да болады. Егер қимайым дейтін болсаңыз, мақтаның арасына кіргізіп жіберсеңіз де болады. Негізі сіздердің қиғандарыңыз өзіңізге ыңғайлырақ болады. Міне осылай қиып тастайсыздар. Міне мына екіншісінде тап солай жасайсыздар. Байлап керек емесін қиып тастайсыздар. Міне осылай. Енді осылай екеуін қосып тоқимыз. Міне бер жағындағын осылай алып, ар жағындағында алып, міне. Алды бірін жіптен осылай воздушная петля жасап алуларыңыз керек. Міне осылай. Тартасыздар. Осылай кіргіземіз. Сосын міне өйстіп
бірінен кейін бірін осы столбик без накидамен тоқып шығасыздар. Міне соңында аз кішкентай орын қалдырасыздар, арасына мақта салу үшін, жаңа халафайымызды салу үшін. Міне өйстіп араларын қосып тоқимыз. Сонда біздегі мына күнбағысымыздың ортасы томпиып әдемі болып шығады. Міне видеода көрсетілгендей қылып дөңгелек қылып тоқып шығамыз. Міне осындай ортасына енді біз қалапайымызды кіргіземіз. Сосын қалғанын жаңағындай столбикпен тігіп жауып тастайсыздар. Қараңыздар, енді жан-жағындағы лепестоктарын тоқитын боламыз. Ол үшін сары жіпті аламыз. Осылай міне кішкентай воздушный петля жасаймыз. Міне енді міне бір столбиктен осылай аласыздар. Міне екі воздушный петля жасайсыздар. Және тап сол жерге екі столбик без накида тоқисыздар. Міне екеуін тоқығаннан кейін біз үш воздушный петля тоқисыздар. Және біріншісімен, міне үшеуін тоқыдыңыз ғой, біріншісімен осылай міне арасын қосасыздар. Осындай болып шығады. Сосын келесі столбикке біз екі столбик с накидым тоқимыз. Сосын екі сақина тоқимыз да, екі сақина тоқисыздар, екі воздушная петля, яғни тап сол тоқыған жерімізге осылай лепестогымызды жабамыз. Екінші лепесток ашамыз. Міне столбиктің үстіне екі столбик с накидым, үш воздушная петля, оны біріншісімен өйстіп арасын қосасыздар. Сосын келесі столбиктің үстіне біз екі столбик с накидым тоқисыздар да, екі сақина тоқып, төмендегісімен астын қосасыздар. Екі сақина тоқисыздар. Үшіншісіне осылай столбик с накидым. Сосын үш воздушная петля, бірінші воздушный петля мен үшінші воздушный петляның арасын қосасыздар да. Бізде осындай болып шығады. Сосын келесі астындағы столбиктің үстіне біз екі столбик с накидым тоқимыз да, оны екі сақинамен жабасыздар. Тап осылай біздің лепестоктарымыз
осылай әдемі болып шығады. Күнбағысымыздың өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Осылай біз дөңгелек қылып тоқып шығасыздар. Қараңыздар, біздің күнбағысымыз осындай болып шықты. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сабақ осылай шашуға тоқып шашсаңыздар да болады. Рахмет.